таныста болған адам ретінде айта аламын. Жарытпаған таныстық қылдың ғой сен. Диас, сен бүйтіп ойлайсың, араларында. Біздің арамызда не болғанын сен білмейсің ғой. Қандай әңгіме болғанын да білмейсің. Мен сені жеке танимын, Жанболат жеке танимын. Жеке таныған, толық таныған жоқсың ғой сен мені. Біз тек таныстықта ғана болдық, дұрыс па? Ау? Толық таныған жоқсың ғой сен мені. Біз таныстықта ғана болдық. Қарлығаш, сондықтан да мен танысты тоқтатқан жайым бар. Бәрекелді, сен анаңның сөзінен шыға алмағандықтан тоқтаттың, Диас. Анамның танығандықтан емес. Сен таңдау жасай алмайсың. Анаңның айтқанынан шыға алмайтын болғаннан кейін. Жігіттер, қаршы? Жақсы, жігіттер, сабырға келейік, басылайық. Неге Диастың да айтып отырған себебі, Жанболат, біз үшін осы екі таныстық шамамен бірдей таныстық сияқты. Неге? Сіз айтып отырсыз, бұл ерекше таныстық, біздікі бөлек деп. Бірақ екеуіңіздікі де жұптыққа барған жоқ, ұзаққа созылмаған, қысқаша болған бір таныстық. Содан кейін де өзгелер де, біз де сөйтіп ойлап қаламыз ғой. Қандай айырмашылығы бар? Айта кетсем, уақытта аз болды ғой ол кезде де деп. Бізде уақыт аз болып, бірақ біз бір-бірімізге келіп тұрған соң, біз бір-біріміздің сөзімізді түсіне алған соң бірге болып тұрдық та, мысалы. Ал Диаспен біз бір-бірімізді түсіне алмадық. Сол себепті екіге кеттік, ше? Түсінікті ғой, әрине, бірақ сіздер ол сырттағы нәрсені айтып жатсыздар ғой. Біз оны кеше ғана біліп тұрық, көрермен де білмейді. Барлығымыз кеше ел болып бірге біліп отырғаннан кейін біз үшін бұл түсініксіз. Ал егер де сіздер эфирде болып жатқан нәрсені қарасаңыздар, Диастың таныстығы болды, одан кейін сіздердің таныстығыңыз болды. Қателеспесем, екі таныстықта аяқталды, болды. Біз эфирдегі болған нәрселерден басқа еш нәрсені білмейміз. Сондықтан да сұрақ туындайды ғой, сол үшін де біз таңғалып жатқанымыз ғой. Сіз оны түсіністікпен қараңыз. Бір-бірімізге деген сезім болмайтын болса, дәл қазір қол ұстасып осы жерге келмейтін едік. Бізден түк шықпайтын болса. Кешегі болған жайттың өзінен көзін жұмып, менің қасыма келіп отырған жанның маған деген сезімі жоқ деп айта алатын сен ешкім емессің, Диас. Сен де ешкім емессің. Сенен танысып жатқан адам, мен давно танысып тастағам, Жанболат, мен адам жақсы білемін. Бәрекелді. Не деген баланың әңгімесі мұнау? Балауса ханым, мен осы жерде айта кетсем бола ма? Мен сенен бұрын танысып тастағам деген несіз? Бір андай ғой. Балауса ханым, рас қой, мен танысып біліп қойған адаммын оны. Мен екеуі жұт болмайды. Андай не ғой, маған келетін қыздар. Мен қалай кейіп піспеймін. Бірақ сіз сол бір дейін жақсы араласып кеткен адамым, қазір қарлаш кеп тұрған кезде маған бүйтіп, сен деп тұрған адамға мен қалай үйтіп айта алмаймын. Диас, андай ғой, есіңде болса, мына жерде сенде талай таныстық болып отырды. Сонда қыздарың біреумен танысып көрмеген деп ойлайсың ба? Жақсы. Сен танысқан қыздардың ерінен басқа еркек сүймеген деп ойлайсың ба? Жанболат, шайып кеттің ба? Ладно, Диас екеуіңді қойғаннан дұрыс болады. Жақсы, Ғалымжан сөзіңізді аяқтаңыз. Негізі, Диас айтып жатыр ғой, таныстық дейді. Ладно, бізбен танысып көрді. Ештеңе шыққан жоқ. Жанболаттың жан дүниесі келіп тұрған шығар, может. Жанболат бір-бірін кеше істеп жатқан нәрсесі Жанболаттың ол балалық деп ойлаймын. Не үшін? Өйткені ғашық адам көзі жұмылса, ол бәріне де дайын болады. Барлық нәрсеге жүгіре береді дегендей ғой, былайша айтқанда. Молодец. Екеуің айтқым келді, екеуің махаббаттар өрсін. Бірақ кеше мен Жанболатқа жазған болатын. Жанболат, бәрін сабырлыққа сал, ақылыңмен барлық нәрсені істеген дұрыс болады сен негізі. Жанболат, саған ладно, бәрі пікір айтады, бірақ сен өзің сабырлығыңмен көрсетсең, бәрі грамотно әдемі болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта бәрін ақылға салып, бізбен болмады, значит, екеуі келіп тұр ғой. Дұрыс айтады негіз. Жанболат, мен айта кетейін, осы тұрғыда Диасты айтамын да, бір үйленіп, ажырасып кеткен адам құсады. Мен осыған дейін бір жүріп тастадым, көріп тастадым деген сияқты. Негізі ол өткен арақатынасты қазір жаңадан бастап жатқан адамдардың бетіне басу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Және Жанболатқа бір айта кетерім енді. Адамда, Жанболат, мынандай нәрсе, мен сені жақсы көргеннен, сыйлағаннан, іні ретінде көргеннен ақыл айтамыз. Кеше барлығымыз кінәлі болып қап, сендер енді мінсіз болып шығып кеттіңдер ғой. Негізі мынандай көріп отқан көрерменде дұрыс түсінбей қалмасын. Сендер үйленетін кезде тек қана сезім емес бастысы. Сендердің бір-бірлерің түсінулерің, сендердің бір-бірлеріңмен сөйлесулерің, бір-бірлерің тыңдауларың, сыйластықтарың деген сияқты ғой. Соның бәрін қамтыңдар, жақсы көрдім екен деп, өлем сүйем деп, ертең махаббат ердің 1-2 жылда өшсе не істейсіңдер ары қарай деген сияқты ғой. Сол себептен бір-бірлерін тыңдап үйренсеңдерші. Әлі де сен көрдің ба, жаңағының өзінде саған біреу пікір айтып жатса, сен көтере алмай бірден атылып кетіп жатсың. Ол нәрсе емес. Жарайды де, сенің пікірің дұрыс, осындай деп басқалардікіне жауап бере берсең болады. Ашу, ол білесің, кешеде көрдің не екенін. Енді толықтай қосылам, ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Енді осы орайда енді қарлығашты асықтырған менің кінәм. Бірақ Жанболат, сіз бір асығыс үйлену деген райыңыздан қайттыңыз ба дәл қазір? Бір уақытша тоқтата тұрайық дегендей, әлде сол ойдасыз ба?
дәл қазір енді алып қашам деген дүниені түгелдей көзін жойдық. Дұрыс болыпты. Жай ғана бір-бірімізді күтеміз. Балауса ханым? Андай бір-бірімізді күтеміз дегенде ортада таныстықты тоқтатып қойып, уақыт беріп емес. Жай ғана Отбасын құруға дайын болған. танысып, әрі қарай көрісіп, білісуге, қанша уақыт күт десе, сонша уақыт күтуге мен дайынмын. Балауса ханым, негізі айта кетсем бола Иә, ма? алам. Негізі енді Жанболат Қарлығаш қош келдіңдер. Негізі айта кетейінші, Жанболат бағанан бері енді кеше көрдік қой қандай болған. Редакцияны кінәлаған кездер болды, енді жарайды қазір келіп кешірім сұрап отыр. Бірақ та Жанболат негізі былай сен бағанан бері кінәнің бәрін өзіңе алып отырсың да, негізі қыз саған сыртта келісім берген, бірақ та мына екі сөйлеп тұрды ғой, оған сен жалпы не дейсің негізі? Сенің бұл жерде сенің кінәң емес, жалпы сенің қызың екі сөйлеп тұр ғой келіп алып. Жоқ, екі сөйлегенде емес, қыз сыртта мені көндіре алмады. Сыртта бұл дүниені талқыладық деп, мана мен уже 3-ші рет айтып жатырмын. Бұл дүние біздің арамызда талай талқыға түсті, алайда менің бір беткейлігімнен бұл дүниенің шешімін шығарған жоқпын. Мен ол дүниені қабылдағым келген жоқ, сол себептен қызды асықтыра бердім. Ал қыз дайын емес екенін маған жеке айтқанда мен қабылдамадым оны, бәрібір қабылдаған жоқпын. Бұл кісінің ойлауы бойынша осы ортаға келіп айтқаннан кейін бәлкім бір шешімге келерміз нақты деген тарапта ғана ойланды, келді, айтты. Бұл кісінің жазғырудың керегі жоқ. Жоқ, Жанболат, жаңа негізі айтып жатсың ғой енді сен қыздың кінәсі жоқ деп. Қыз саған негізі сыртта да айтса болатын еді. Қыз саған дұрыс өзі түсіндірамады, хорошо, тоқта. Мына жаққа келіп халықтың алдында менің ата-анам қарсы деп айтудың қажеті болмайды негізі. Сыртта да айтса болады осы нәрсенің бәрін. Сыртта шешіп алып, лучше осы жерге шақырып танысып отырған дұрыс. Жалпы жаңелден бері не әңгіме айтылып жатыр? Мына жерде Қарлығашты қалай кінәлі қылып, 200-ді қалай шығара салды деймін да. Негізі мына бұл жердегі мына таныстың сақталып қалғаны, мына үйленуге дейін бармаудың, мына Қарлығаштың мықтылығы деп ойлаймын да, мен негізші. Осындай саналы түрде ойланып, я сыртта алып ұшқан сезіммен, я үйленейік, мүмкін алып қашсаң, мен де келсем деген әңгіме айтқан шығар. Бұның да ата-анасы бар, үйіне барып сөйлесіп, ақылға келген шығар деп ойлаймын да, негізі. Ертең 2 апталық таныстықпен біз үйленіп кететін болсақ, ары қарай біздің өміріміз не болады деп қыз осы жерде ойланып, бұда сыртта айтсам, бұл өз ойынан қайтпайды деді. Жанболаттың мінезін енді 2 аптаның ішінде танып үлгерген шығар. Сол үшін халықтың алдында айтып, ойын өзгертем деген оймен айтты. Оны Жанболат қабылдамай шығып кетті. Бірақ бүгін қатесін полный түсініп келіп, бәрінен кешірім сұрап айтып отыр. Онда тұрған қызды былай кінәлаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде танысты бірден бір сақтап қалған, осы жерде бір жаңада айтылып жатыр ғой, сонда сен қызға сенбейсің ба? Сонда сезімі жоқ қой, сезім бар болса осы жерге екі түрлі сөйлемейтін еді ғой дейді да, сол сезімі болғаннан кейін ғана сөйтіп айтқан сияқты деп ойлаймын мен онша. Өзіне түсіндіре алмағаннан кейін осы халықтың алдында түсіндірді деп ойлаймын. Енді мен қазір мынау екі ортаны бүйтіп бар жаманшылыққа қиып отқан қатысушыларға айтайын, просто ешқайсың періште емессіңдер де, бәріміз адам. Жанболат сияқты болған мысалға. Қалай жанып кетем, ойымда не тұрады соны айта салатынмын. А қазір кішкене бір жас қосқаннан кейін, жаңа ақыл қосқаннан кейін сәл сабырмен, байыппен қарауға тырысамыз көп нәрсеге. Ол қазір бәріміз осыларды қаралап отырық, иә? Мейлі, бірақ сол күн бәріміздің басымызға түсуі мүмкін. Адам ғашық кезде көзі көрмей қалады. Оған 1000 адам айтсын, миллион адам айтсын, бірақ сол адамның жүрегі сол адам деп соғып тұрса, ол көзі көрмейді. Кеше Жанболатқа бәріміз айттық. Балауса ханым, сенікі дұрыс емес, сенікі балалық, сенікі шалалық дедік. Бірақ Жанболат не істеді? Түбінде өзіндікін істеді. Түнімен барды, сөйлесті, қызбен сөйлесті, өзінің ақылына келді. Бүгін бәрінен кешірім сұрап отыр. Иә, өте дұрыс, орынды. Одан кейін бір төмен әңгіме айтылып жатыр да, себебі қыздың абыройы бар, анау еріндері тимеген, сенің жігітіңше ол да таныстықта болған деген сияқты әңгімелерді жігіттер сендерді красить етпейді. Сол үшін қыздың абыройын ойлайық, бұл да ата-анасы көріп отыр. Біз қыздарды былай айтқанда көтеріп жүруіміз керек. Қарлығаштың өте ақылдылығы деп ойлаймын, сол Жанболатты басып, мүмкін эфирге келіп айтқаны да сол нәрсенің жаңағыдай сыртта айтылмаған нәрсе эфирде шешіліп кетеді деген мақсатпен айтқан шығар. Бәлкім енді ғана біз тілекші болайық, көрейік, ары қарай не болады. Енді расында да сондай дүние ғой. Сыртта шешім қабылдай алмадық, бірақтан кешегі осы ортада айтылғаннан кейін бүгін қандай шешімге келіп отырмыз деген дүние ғой. Осылайша өзіміздің ортақ шешімімізге келдік, нақты қадамдарымды жасайтын болып шештім. Жанболат, сендерге ше негізі қазір неше түрлі әртүрлі пікірлер айтыла береді. Жаңағыдай жан-жақтан сен ашуланып жатсың тағы да ше, өйтіп ашуланып жанбай ақ қой. Мынау сендердің кеше ашуланып кеткен нәрсең, жаңа айтып кеткендей, бұл кішкентай бір төбешік. Қолын ұстадың, өтіп кеттің, ештеңеге өкінбе. Мұғалім Мағатаев айтады, өкінбе, өкпелеме, бүгініңе өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге дейді. Сондықтан әрдайым қолынан ұста, бекем бол, алдыға қарай жүре бер, ешкім тыңдама. Главное, ашуланбай жүр, болды. Жақсы, енді түрлі пікір айтылып жатыр Жанболат сіздерге. Бірақ ең басты
сұрақ жобада қалып осы жерде өзіңіздің үміткер ретінде Қарлығашты шақырып жалғастырасыз ба, әлде сыртта бірге қол ұстасып кетейін деп отырсыз ба? Кешегі болған дүние үшін тағы да барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және де айтқым келетіні, егер де қосылайық ұжымы баршасы бізге рұқсатын берсе, осы жерде танысқым келеді. Жақсы. Әрине, жоба қашанда сіздердің бақытты болып, өздеріңіз сүйген жанмен осы жерде таныстық құруларыңызға тек қолдау білдіреді. Оның үстіне негізінде сіздер осы қосылайық жобасында басталған сіздердің таныстықтарыңыз. Сондықтан соны бір жалғастыру болып саналады деп ойлаймын. Қарлығаш, қарсы емес қой? Сенен қазір бір ақ сұрайым. Осы жобада таныстық, әрі қарай біздің таныстығымыз осы жобада болса деймін. Және де мен жасаймын деген барлық адамдарды барша халықтың алдында осылай жобасында болғанын қалаймын. Соған келісесің бе? Иә, жалғастырып Келісесіз, жақсы. Енді осы жерде таныстық жалғасады. Құрметті көрермен, әдеттегідей Қарлығаш үміткер болып сырттан келіп кетіп жүресіз. Ал Жанболат, сіз енді барынша тырысып, жақсы кездесулер ұйымдастырасыз. Ол қыздың қолын алу үшін, тұрмысқа шығуға келісім беру үшін сенімінен шығуыңыз керек. Сондықтан сіз енді барынша тырысыңыз. Сіз жайғасыңыз, Қарлығаш, біз сізді шығарып салайық.